Assalamualaikum, hurmatli janob. Bugun Milliy bank tarafidan Qo'ng'ir rayoni o'z Milliy bank tarafidan Qo'ng'ir filiali tarafidan finans o'tkazib Finansda bizga bankimizga tegishli kredit produktlarimiz bor. So'lar bo'yicha qisqacha aytib o'tishimiz. Kengash prezidentimiz tarafidan 2020 tashkil chiqqan, sentyabr chiqqan 3 million soliq qarori bo'yicha yengillik kreditlarimiz bor. Bu yuridik shaxslarga chekist bölümlerine verildi. 300 milyon atrafında kredit veremez. Müddetli şeydir yok. Piyasada 3 yıl var. Olan basında 300 milyon atrafında sunmasına küçük grevsiz kredit veremez. Kalan 200 milyonda grev talep ediyoruz. Autotransport, yani maşina, magazin işi var. Bundan da başka kreditlerimiz var. Mesela çekip paralar var. 10 milyon atrafında biznes gibi işgalden dasturu boyunca kredit verip oturmaz. Жұмыссыз қаралады. Өзіміздің бәндетіп 375 мың жүгіне беру. Соларды төледіп, кредит беріп отырмыз. 18 айға айына 665 мың. Сұралар болса, мақұл. Енді 10 миллион беріп бас төлемінде? Ала, жеке қараларда 10 миллион бар. Атырапында пластикten салып, жеке төлемені шығарып аламыз. Бизнеске жауап беріп аламыз. 30 миллионға дейін бола ма? 50 миллион? 30-50 миллион болады, бірақ ол кезде сіздер юридик амалса жеке істермен болып ертең өткеніміз керек. Физикалық шақс емес, юридикалық шақс болып өткеніміз керек. Көп жауасаңыз. Өзі кепіл болады дейсің, иә? Кепіл емес, фирма шығарып. Или жеке істермен якадата тәтіп беріп, сондай жауаптама шығарып. Kredit boyunca kredit alamam tadbirkorlikni alamam. 10 milyon asaktan savaşçılar, o жұмыстар жоқ сабашный, өзі үйде мен ешқандайсың бар. Сонда оның жаңа кепілін естен болады, қалай төлейді? Пласмандай, онша қиын болмаған, сондай құрылыс жұмыслары деген кәсіп бар да ішінде. Соны сайлайды. Сол құрылыс жұмысларын алып барушы деген кәсіп сайлап болып, кейін кепілін ona соға тағылады. 10 миллионнан 300 мың атырапында соға тағылы шығады. Кепіл сұрамаймыз. Пластигіне салып береміз. Сонда жаңа 3 жылда төлеп болу керек пе? Иә, 18 айда. 18 Қысқа мүдетте. 665 мыңнан төлейсіз керек. Айда деп? 1,5 жыл. Демпел өтіп кетеді. Өзі солай. 300 миллион? 300 миллионға ол фирмалады. Ол 100 миллион алсаңыздар болады, греу болмаса да. Басында. 100 миллионға греу болмайды ма? Ізінде қалған 200 мыңда греу сұраймыз. Бірақ ол енді фирма. Сіз істеп шығару, қызмет көрсету, соларды ала аласыз. Енді саудаға да аласыз, айдан барып, оборотқа деп алсаңыз, несі жылы қысқарып қалады, 18 ай болып қалады. Сояқылады бар. Milliy bank па? Milliy bankқа қоңырат район. Milliy банк. Жарай, 30 миллионға да сондай бола ма? 10 миллионға. 10 миллионнан жоғарысынан уже сіздер жаңағыдай юридик шахс жеке сілемен болып өткеріңіздер, бұл уақытнама или фирма аштырамыз. 10 миллионға шекем, қанын жеке шахс болып ала бересіз. Одан жоғарысынан көшет сұраймыз. Шайға ремонтқа барма кредит? Я қазірше ремонтым жоқ, жай сатып алуға бар. Сатып алуға? 10 жылда 25%-тен 25% төлейсіз бастап. Соны 10 жылда береміз. Ала жақ жайыңызды 25% төлеңіз керек. Басыламыш төлем бұл. Мақалашты қояды еш? Ала, өзі бақалайтын ақсаған нелер бар. Соны консалтинг фирмалар бақалайды. Үй сатып алу үшін ма? Ала. Бірлемші, екілемші кредитлеріміз бар. Екілемшіге қазір ашық көтілді. Бірлемші енді біздер ғана немістер бар, көлер бар. Қашын мақалады. Қазір адамдар. 230 миллион. Ол бірлемші да қазір адам жасалмау. Екілемші кәдімгі адамдар жасалатқан үйлер. Бірлемші, екілемші базарды. Содан бері аламыз керек. Ипотека бар. Жаңдай ремонт. Көшіп процент? 20%? 10 жыл. Басқа да сұралар бар. Шаруашылықпен шұғылдансаңыз болады, мысалы үшін. Халық банк тарапынан беріледі, Соматанаға. Халық банк біріктірілген. Шаруашылық қалсаңыз болады. 4 жыл, 5 жылға беріледі.